Балақай сәлем, қалың қалай? Өте жақсы ма? Менде де барлығы жақсы. Әдеттегідей, мен бүгін саған ертегі айтып беруге шықтым. Бүгін саған өте қызықты ертегі айтамын. Ал мен ертегімді бастаймын, сен тыңда. Бүгінгі ертегі түлкі, тасбақа және кене туралы ертегі болмақ. Ертеде кене, тасбақа және түлкі үшеуі келе жатып, бір уыс тары тауып алады. Және бір уыс тары өте аз ғой. Үшеуі оны қалай бөлсеміз деп ойлана келе, ол тарыны егіп, дәнді көбейтіп алмақшы болады. Содан олар егін егетін жерге келеді. Түлкі болса қулыққа басып, жол шетіндегі жарды көріп, анау жар құлап кетпесе екен, мен барып оны сүйей тұрайын деп, жарды саялап барып жатып алады. Яғни түлкі жұмыс істемейді. Ал тасбақа болса жерді тырмалап егін егеді. Ал кене ол егін піскен соң жинап алады. Бастапқыда үшеуі келіскен бойынша олар түлкіні де шақырады. Түлкі болса бұл жерде де қулығына басып, бүкіл дәнді өзі иемденбекші болады. Тағы не ойлап тапты екен түлкі? Тасбақа мен кенеге былай дейді: бұл дәнді үшке бөлсек, аз боп қалар. Кел, одан да үшеуміз жарысайық. Кім бірінші болып мәреге жетсе, сол осы тарыны алады, дейді екен. Тасбақа мен кене бұған келіседі де, мәре сызығын сызып, түлкі 1, 2, 3 дей берген кезде, кене түлкінің аяғына жабысып, ілесіп кетеді. Ентігіп, түлкі мәреге жеткен кезде, кене: әй, мені басып өлтіресің бе? Түлкі болса аң-таң, аяғының астына қарап, кенеге былай дейді: сен қашан жетіп алғансың? Ал кене: сен бағана 1, 2, 3 дей берген кезде, мен мәреге жетіп қалғанмын. Бір уақытта ентігіп тасбақа жетеді. Тасбақа болса түлкіге былай дейді: әй түлкі, осы жаққа тазысын ерткен аңшылар келе жатыр. Жол жөнекей олар мені ұстап алып, түлкінің қайда екенін айт деп қорқытты. Бірақ мен сенің бұл жақта екеніңді айтпадым. Енді олар менің сөзіме сенбей, осы жерге келе жатыр, дейді. Түлкі қатты қорқып кетіп: айналайындар, мен айтпаңдаршы, біз доспыз ғой. Мен қашайын, ал сендер мына тарыны екеуің бөліп ала беріңдер. Мен кеттім, дейді де қаша жөнеледі. Түлкінің бұл жерде арамдығы мен қулығы жүзеге аспай қалды. Сөйтіп, тасбақа мен кене екеуі тарыны теңдей бөліп алады. Бұл ертегіден қандай ой түйдің? Әрине, арамдық пен қулық әрқашанда қайырсыз, еңбекпен тапқаннан ғана тәтті болады. Сондықтан да әрқашанда еңбек етуден қашпауымыз керек. Және де ешкімді алдаудың да қажеті
жоқ екен. Жақсы балақай, осымен ертегім аяқталды. Саған ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Жарай ма? Жақсы, ертеңге дейін сау бол.